Сәлем қыздар, сіздермен бүгін бауырдан котлет жасайтын боламыз. Ең дәмді котлет. Ол үшін бізге бауыр, жұмыртқа, чеснок, сухари, майдаланған пияз, картошка, бір пиала сүт, нан керек. Нанымызды суға салып жібітіп аламыз. Енді бәрін мясорубкадан шығартып, нанымызды да шығартып аламыз. Осылай. Енді дайын болған массамыздың үстінен жұмыртқамызды, сүтімізді құямыз. 4-5 қасық сухари саламыз. Майдаланған сухарийіміз салып, үстінен тұз, бұрыш, өздеріңіз қалауларыңызға қарай приправа саласыздар. Бір 3 қасықтай ұн саламыз. Приправаларымызды саламыз. Тұзды өздеріңіздің қалауларыңызға қарай салсаңыздар болады. Приправаны да. Мен көп приправа салған жоқпын. Өстіп жақсылап араластырып аламыз. Осылай. Енді осындай масса дайын болады. Табамызға май құйып, қуырып алатын боламыз. Қасыққа жабыспайтын болады. Осылай кішкене алып, майымызға салып қуырып аламыз. Оңай жолы бұл. Осылай қуыратын боламыз. Екі шетін қызартып, әдемі болып қызарғанша күтеміз. Екі шетінде қызартып алдық. Котлеттерімізді енді аламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осындай әдемі котлетлеріміз дайын. Ас болсын.